Ишгалжилер махкемесі Мустафа Джемилевке қаршы уйдырылған даваға оғлы Хайсерге қаршы топланған делиллерні қошқан. Бұл қанунларға зыт келеде адвокат Николай Полозов бұл қарарына шикайет етмеге істей. Бүгінгі сөзде махкеме топлашуында қадылар селянин мұқайтсызлықнен құллану ве патронлар сатын алынмасы бойынша дава материалларына огренгенлер ве Хайсер Джемилевнан давасы бойынша Джемилевлер еві бақылмасы протоколыны қошқанлар. Имайжилерінің фкіріне көре башқа давалардан материаллар қошылмасы ясақтыр. Ләкин ишгалжилер қадылары бұңа диққат етмеген. Полозовның сөздеріне көре, невбетеке махкеме топлашуында да ишгалден евел Украин таққатшылары топлаған делиллерін огренмелелер. Документы эти выполнены на украинском языке. Защита заявила ранее ходатайство суду о необходимости привлечения переводчика для перевода на русский язык данных документов, поскольку защита не понимает суть информации, изложенной в данных документах. Данные ходатайства судом были удовлетворены, данные документы судом не исследовались. По всей видимости, после привлечения переводчика суд вернется к исследованию данных материалов. Кечкен сені апрелінің 13-інде ишгалжилер Мустафа Джемилевна Русия сыңырына қанунсыз кечкенінде селянин мұқайтсыз құлланғанында ве патронлар сатын алып сақламасында қабатладылар. Сөз 2014 сенесі майыс уч күні Қырымның мемори сыңырында алып кечкен вақиялар аққында кете. О вақыт ярмадаға келген Қырым татар халқының лидеріні қаршыламақ үшін мемори сыңырға бинглерже Қырым татары шыққан еді. Ама ишгалжилер Джемилевні Қырымға ойледе қоймаған еді. Шатларынан сөздері бірі-біріне зыт келе. Ахмеджетнің ишгалжилер махкемесінде Санки Дерсін Эдембекиров сақлаған патлайджы мадделеріні тапқан ФСБ қадемлеріні сорғудан кечіргенлер. Ишгалжилерінің құветшілері селя сақланған ерден насыл месафеде олған айтып оламағанлар. Оларының яланны эмаллықлары да таздықлайды адвокат Алексей Ладин. Патлайджы мадделер сақланған ер бақылғаны вақыт, олар патлайджы мадделеріні зарарсызлаштырыжы мутихасларыны йолламақ еріне тақықатшы ве шаатларны йоллағанлар демек селя тюлеке кетірмегенні біле еділер, чүнке озлері оны анда кетіріп ташлағандырлар. Из 15 свидетелей обвинения, как уже сказал мой коллега, подавляющее большинство это сотрудники ФСБ, которые в том числе дублируют, повторяют показания мифического секретного свидетеля Меметова. Но эти показания, на взгляд защиты, изначально сфальсифицированы. Поэтому повторение их, так скажем, устами сотрудников ФСБ, оно не может добавить им какой-то достоверности. Қырым татар фали Эдембекиров 2019 сенесі сентябрь айында Русия сірлігінден күтлеви деңіштіріліп девамында азат етілген еді. Ләкин бұна бақмадан ишгалжилер махкемесі оңа қаршы уйдырылған жинайы даваны яңылатты. Юрек ве шекер хасталығы бір аяғы кесілген. Ағыр хаста олған Қырым татарыны ишгалжилер қанунсыз шекілде Қырымға силя кетіріп сақлағанында қабатлай. Чақмағанлықта қабатланған Энвер Топчы мартынан 24-інде соңке созынен чықышта бұлынмалы. Окуны имайджы ве қабатлайжы тарафынан мұнақашалар өткерілмелі. Бүгінгі махкеме топлашында Топчының сорғысы кешірілген. О қабатлавға олған мұнасибетін айтқан ве яқалану девамында ақылары бозылғанны сеслендірген. Басқа алтында өзіне ифтира алмаға мечбур олғанны қайдеткен. Бұнен бері дин шынат сорғудан кешірілген. О Энвер Топчы ве насылдыр Умидджон Дададжанов арасында олған язышмада Шамбе ислам девлеті аққында лаф олғаны үшін Дададжановнан игилге алақасы бар деп бүлдіріп ФСБ сымарышына бежерген. Адвокат Эмиль Курбегиновның сөздеріне көре, Дададжановқа қаршы жинай даваны ФСБ тоқтатқан. О сағмы, жоқмы, о керчек инсанмы белі дегіл. На данный момент обвинительного приговора в отношении Дададжонова нету. То есть государство на данный момент в соответствии с законом считает его тоже невиновным лицом. Его вина приговором, обвинительным приговором не доказана. И сейчас в отношении этого лица действует презумпция невиновности. Да? Это очень такой странный казус, когда еще вина Дададжонова не доказана, и когда предположение ФСБ о том, что он где-то там выгел и так далее, не доказаны, в то время параллельно судит Энвера Топчи о том, что он достоверно знал о преступлениях якобы Дададжонова и об этом не сообщил. Августан 31
Орынды işgalчилерінің көветчілері бірден Судақ шері Ичке Весейтлі районында 4 қырым татары Айдер Аблякимов, Ридван Умеров, Айдер Кадыров, Энвер Топчының evinde тентув кечірді. Эпсіні Санки Дерсін игил сыраларына қошылған Насылдыр Умеджон Дадыджанов иле ичтимай ағларда язышқанларақта Русия оқу қорыжы органларына хабер етмегенлері үшін қабатлайлар. Қырым татарларға 100 000 рублеке қадар пара жазасы яда 1 yıllık апыз жазасы белгілене біле. Халқымыз азатлықтан марум етіліп Русия işgal алтына уғрағанындан берлі басқалар девам ете. Судақ, Жанкой ве Құрман районларының қартлары ве милли әрекет іштіракшілері халыққа видео мұражат айдынлатып, сияси мабуслер ве оларының қоранталарының бірдемлік олғанын айттылар. Қырым татарларға террорист ве экстремист ярлығына асып, Қырымна терк етмеге мечбур етелер. Халқына өткерілген репрессияларға көз қапат мамаға чағырдылар, чүнки бұл репрессияларға бір Қырым татары оғратыла біле. Халыққа низбеттен етілген ішлеріні көріп, мен бір құласа келіп, қол тұтмақ керек мен, өзім четке чекіп отырмақ керек мен. Шушы менден соралacak ақыретте. Мен шундай пікірге келдім. Бір инсанға бағылы. Емді соралacak. Мұсылман оларақ. Мұсылман халқын ішінде дүния келді. Көзлерін açıp алсынлар. Бұл бір елек вақты. Бір инсан електен кечecek. Yaşayışında. Бекім бүгін бір яқшы амеліңіз ақыретте терезеге қойғанда бек ağır olur. Сейчас они уже по-другому начали. Сейчас же начали наших соотечественников, молодых, старых, слепых, женщин сажать, давать такие сроки. И все равно мой народ мудрый, миролюбивый, и это уже признал весь мир. Пусть будет стыдно этим людям, которые этим занимаются, пусть они поймут одно, что все равно они своего не добьются. Мой народ живет на своей родине и будет жить мирно, дружно, как сейчас. Мы, крымские татары, обращаемся к всему миру. Пусть остановит этот беспредел. Кеченлер более видео мұражатларынан Қарасу базары ве Бақшысарай қартлары ве милли әрекет іштіракшілер айдынлатты. Февральның 17-сінде Ярмаданның бірқач районында Кутлеви полис тарамалары кечірілді. Нетижеде 6 Қырым татары яқаланды. Азамат Июпов, Яшар Шихаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Эрнест Ибрагимов ве Олег Федоров эпсіні Хизбут Тахрир геляқасы бар деп террорчылықта ве Русияда әкиметні күчнен запт етмен тұлуында қабатлайлар. Украинада фаалиет көстерген 14 ақ қорчалайжы тешкілияты Украин фаал Олег Приходьканы махкум еткен Русия махкемесінің қарарына тағбих етті. Туневан Приходько 5 жылға махкум етіліп 110 000 рубле пара жазасын алды. Мұражатны имзалығанлар арасында Змина инсан ақлары меркезі, Крымсос тешкілияты, Қырым татар ресурс меркезі, Украинадаки Хельсинский группа ведегерлері. Ақ қорчалайжылар білдіргенне көре Приходьканы Қырым işgalінен разы олмағанны ачық айдын көстерген гені үшін тақып еттілер. Ақ қорчылайжылар Олег Приходьканы дерал азат етмеге, халқара жемат тешкілатларыны есе Русияге басқан арттырмаға ве фааллер тақып етілмесіне алақасы олған мемурларға қаршы санкциялар қолданмаға чағырдылар. Справжньою причиною переслідування українця є його публічна незгода з окупацією Криму, яку він неодноразово висловлював і у ЗМІ, і у спілкуванні з представниками окупаційної влади Російської Федерації в Криму. Олег Приходько брав участь у Євромайдані та після окупації півострова у 2014 році вивісив український прапор на подвір'ї свого будинку. Вирок Олегу Приходьку свідчить про те, що Російська Федерація продовжує практику переслідування громадян України, які, проживаючи в Криму, виступають проти російської окупації і відстоюють півострів як частину України.
Украин шарқындаки жебеде бір Украин арбейі яраланды. Луганск юнелешінде душман күчлері граната атыжы ве атыжы селянен ұжым еткен. Бірлешкен құбетлер операциясының аскері яраланған. Оны дерал хастаханеге еткізгенлер. Сағлығы үшін телуке yok. Бұнен берабер террористлер водяной жыварында да чешет калибрлы граната атыжы тіртібатларына құлланған. Бүгін сабадан да жебеде тыншыды келеді. Украин аскерлері арасында ғайыплар yok işgalcilerinden бір ұжымыне жауап бергенлер. Вранці в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120-мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів. Серед наших воїнів бойових втрат немає. На провокації противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.